Бүгін красный бархат тортын жасаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан жіберу үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен жылы кефирге бір ас қасық нан сода салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Ыдысымызға қант, жұмыртқаны салып, миксермен аппақ болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Сары майды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Кефирімізге бір қасық бояғыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұн, қопсытқыш, какауамызды алдын ала илегіштен өткізіп, жарты бөлігін салып миксерлейміз. Миксерлеп алғаннан кейін кефиріміздің жартысын құйып, тағы да жақсылап миксерлеп алып, қалған ұнымызды саламыз. Оны да миксерлеп жақсылап алғаннан кейін қалған кефирімізді құямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 3 бөлікке бөліп пісіріп салқындатамыз. Тортымыз салқындатылғанша дейін кремімізді дайындаймыз. Сливкимізге творожный сыр, сахарный пудраны қосып миксерлейміз. Алғашқыда ақырын жылдамдықта миксерлейміз, одан кейін қатты жылдамдықта миксерлеп қою крем болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын болғаннан кейін тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинау үшін бірінші коржымызды қойып, кольца кигізіп, бетіне кремді тегістеп жағып шығып, екінші коржымызды орналастырып қойып, бетіне крем жағып, үшінші коржымызды қоямыз. Үшінші коржымызды қойғаннан кейін 30 минутқа холодильникке қойып алып, содан кейін жан жағын тегістеп крем жағып шығамыз. Әркім өз қалауы бойынша әсемдеуге болады. Мен видеодағындай көрсетілгендей қылып жасап шықтым. Тортымыз өте дәмді болып шығады. Видеоны аса лайк басып, жаңадан жіберу үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.